Қайырлы күн қымбатты тыңдармандар, көрермендер, әдеп подкаст сіздермен бірге тағы да эфирге шығып отыр. Сіздермен бірге журналистер Ақсәуле Әлжан және Жолдас Өрісбай. Бүгін подкастымызды журналистік этика бұзылды ма, бұзылған жоқ па деп ойлаған бір тақырыпқа қатысты жазып отырмыз. Естеріңізге сала кетейік, әдеп подкаст ол қазақстандық және мүмкін әлемдегі де медиада болып жатқан журналистік этика дилеммаларына арналған подкаст. Біз тұрақты әрбір апта немесе әрбір бірнеше апта шықпаймыз. Біз осындай жағдай туындаған кезде басымызды қосып, Жолдас екеуміз өз білгенімізше сол кейстерді талқылап отырамыз. Бүгінгі жиналуымызға бір себеп бар, Жолдас, бөлісіп кетсеңіз. Бұл осыдан бірнеше апта бұрын Мадина Жатқанбаева есімді журналистің мәжіліс кулуарында жүріп хабар таратқан кезде бір депутатқа барып, оның арнайылап оның жасын сұрағаны болды. Ол Бақтықожа Ізмұхамбетов деген депутат, мәжіліс депутаты. Ол кісіден сіздің жасыңыз нешеде? Сіз қашаннан бері биліктесіз, парламенттесіз деген сарында сұрақ қойды. Бұл кәсіби қауымдастықта қазақ журналистикасында біраз талқыланды осы кейінгі бірнеше аптада. Жолдас, осы жерге осы видеоны қойып кетейік, сосын ары қарай талқылайық. Қазір осы видеодан үзінді қояйық. Сіз қанша жыл болды отырғаныңызға депутаттықта? 2 жыл болды, 3 жыл. 2 жыл. Жасыңыз нешеде өзіңіздің? 25-те. 25-те ма? 25-те ма? Жұмысым бар, мен жасымда не жұмысым бар? Өмірді өлшеп береді басым ба? Оны сұрақ қойып жүрмін. Неге сұрақ? Ол туралы сұрақ қойса не болады екен сізге? Жасыңыз. Мен жасымда жұмысым болмады. Қанша жасыңызға дейін отырғыңыз келеді депутаттықта? Мен өзім немді өзім білем. Это не касается абсолютно. Мадина Жатқанбаева 4-я власть инфо KZ деген басылымның бас редакторы екен. Мен ол кісіні жаңа мәжіліске барғанда андасында көріп қалатын, бірақ жеке таныс емеспін. Бұл сұрағы өте көп талқыланды негізі. Кәсіби қауымдастықтағы әріптестеріміз бұл жалпы дәл жасына акцент қойып соны сұрау, бұл депутаттың жаңағы атқарған жұмысына емес, оның жасына жасына фокус қойып сұрау, оны дискредиттеудің бір сондай манипулятивті түрі. Журналистер ондай манипуляцияға бармау керек деп талқылады. Бірақ мен енді жалпы сол пікір бағандарындағы түрлі басқа журналистердің пікірін көрдім. Жалпы бір жақты көзқарастың да бар екен байқалады. Бұл кісінің жаңағы көптен бері сол биліктен кетпей отырғанына акцент қойып, бұл кісі жаңа қартайды деген сияқты, кету керек деген сияқты қолдап жазғандар да бол. Бақтықожа Ізмұхамбетов 2012 жылдан бері парламент мәжілісінде, арасында ол әкім де болған, Батыс Қазақстан облысы, Атырау облысына қателеспесем. Жалпы көп жылдар бойы билікте жүрген азамат. Бірақ оның жасына акцент қойып дәл осылай сұрау, менің ойымша этикалық тұрғыдан өте өрескел қате. Жолдас, сұрақ қояйын. Осы сұрақ қойғаны бір бөлек, осы жасына байланысты материал шықты ма? 4-я власть инфо KZ-қа әлде шыққан жоқ па? Әлде ол сұрақ болып жаңағы бір жұмыс процесінде ғана қалды ма? Осы жерде осы екеуінің жігін ажыратып алу керек сияқты. Дәл сол видеоның өзі тарады, сол журналистің өзі түсірген. Сондықтан әлеуметтік желіде тарады, бірақ ол басылымға материал болып шыққан жоқ, оның жасына қатысты бір эйджизмге берілген бір кінәлі қызық екен. Мен оларды сайтын түгел қарап шықпадым, шынымды айтсам. Бұл жерде айтайын деп отқаным, сіз өрескел қате деп отырсыз ғой. Меніңше жұмыс барысында неше түрлі эксцесстер болады да. Мысалға бір-бірімен ұрсып қалуы мүмкін, сөзге келуі мүмкін. Бірақ ол соңында басылымға материал болып шықпаса, бұл жерде қаншалықты біз журналистік этика бұзылды деп айта аламыз. Сол сұрақты сізге қойып. Иә, бұл жерде видеоны егер басқа бір журналист, Мадина Жатқанбаеваның дәл сол сұрағын қойған жерін басқа бір журналист түсіріп алып, соны жариялап жерсе, онда бұл жерде біз Мадина Жатқанбаеваны қателесті деп оны ұрыспай, мүмкін ол сондай қате сұрақты қойып қалып, оны жариялау жоспарламаған деп айтуымызға болар еді. Бірақ тараған видео дәл Мадина Жатқанбаеваның өзі түсірген видео. Өзі қай жерден тарап кеткенін білмеймін, бірақ барлығы бөлісті әлеуметтік желілерде. Негізгі ресурсы өзі болуы да мүмкін.
бірақ енді ол өзі мысалға бұл видеоны мен сұрақты қате қойдым, жарияламаймын деп шешсе, ол видеоны жарияламайтын еді, яғни бұл кейін талқыланбайтын еді. Бірақ ол тарап кетті. Егер Мадина Жатқанбаева ол видеоны өзі таратпай абайсызда шығып кеткен болса желіге, онда түсініспен қарауымыз керек. Ал егер ол өзі әдейі осындай фокуспен қойған сұрағын әдейі жариялаған болса, онда бұл өте өрескел этикалық қате деуге болады. Жолдас, мен мынадай аргумент айтайын. Мысалға, Америкада Джо Байденге қатысты, оның жасына қатысты көптеген журналистік материалдар шықты. Яғни, оның жасына байланысты болғанда, өздеріңіз білесіздер, Американың бұрынғы президенті Джо Байденнің жасы 80-нен асты ғой, сол кезде. Тағы да сайланған кезде 78 жаста болды. Бірақ екінші рет сұраққа барам деген кезде, яғни ол кісінің 81-де болды, екінші рет барам деген. Когнитивтік мүмкіндіктері, яғни адам жасы ұлғайған сайын бәрібір дене қабілеті де азаяды. Мысалға, кейбір жерде құлап қалуы мүмкін, кейбір жерде теңселуі мүмкін, немесе дебатқа қатысқан кезде де көп кісілердің айтқаны болды. Бұл кісінің жасы келді, Америка сияқты әлемде үлкен беделі бар елді бір қабілетті адам басқару керек деп. Яғни мен тіпті құрметті журналистердің де осы туралы жазғанын көрдім. Қазір Трампқа қатысты да сондай көп нәрселер айтылады. Яғни Трампқа айтылатын сынның бірі бұл қазір отырған президенттердің ішіндегі ең жасы үлкені деп айтады. Яғни неге адамның соның ішінде кез келген адам емес, саясаткер немесе қоғамдық тұлғаның жасы оның жасайтын жұмысына әсер ететін болса, оны неге талқыламау керек журналист, ол неге өрескел қате? Айта кетейін, Байденнің кейсінде дәл соны талқылауға негіз болатын алғышарттар болды да, манипулятивті кейстер болды. Мысалға, Байден 78 жасында президенттікке келді. Сөйтіп, бұл жұмысты атқарып атқан кезде жаңағы кейде сөзінен шатасып қалатын тұстар болды. Кейде жаңағы ұшаққа мініп бара жатқан кезде аяғы шалынып құлап қалған кез болды. Бір велосипед айдап бара жатып құлап түсті, мысалға. Осындай әрекеттерді бұрмалап жаңағы хабар таратқан оңшыл медиа ресурстар болды. Сол кезде бұны жалпы центристік көзқарастағы бейтарап медиа ресурстар айтты, дәл осылай 30 секунд фрейммен тарату бұл әділетсіз, әрі этикаға жатпайды деді. Бірақ оның жасына қатысты талқылауды бейтарап түрде талқыға қоюға болады. Сізбен келісем. Себебі ақш президенті, жалпы президенттер бұлар ең жауапты саяси позиция, оған келген адам бүкіл мемлекеттің ішкі сыртқы саясатына жауап береді, оның дамуына, экономикасына жауап беретін адам. Яғни ол өте ширақ, өзін жұмысын кәсіби білетін, белсенді азамат болу керек. Яғни олар бір күні Швейцарияға ұшып барып, одан кейін Жапонияға ұшып барып, демалыссыз кездесулер, маңызды шараларда қатысуы мүмкін. Яғни оның жас қабілетіне, сіз айтқандай, ол жаңағы... Оны талқылауға болады, ол журналистік тақырып ол. Өйткені қабілеті ме жоқ па, әсіресе сайлаудың алдында мысалға. Мысалға, сол ақштың кейсінде, Байден кейсінде ақштағы медиа ресурстар солай екіге бөлінді да, бір бөлігі оңшыл медиа ресурстар бұл осындай 30 секундтық фреймдерді талқылап, бұда деменция болуы мүмкін деген сияқты топшылаулар айтты. Ол да этика тұрғысынан дұрыс емес. Себебі жаңағы жалпы дәрігерлердің өз этикасы бар. Егер сіз дәрігер ретінде бір адамның денсаулығына қатысты нақты өзіңіз жеке оны тексермесеңіз, оған жаңағы вердикт айтуға болмайды. Менің әкем немесе атамның деменциясы туралы айтылатын болса, ол қате болады, этикалық тұрғыдан. Бірақ президенттің мүмкін деменциясы туралы айтылатын болса, ол неге қате болады? Өйткені оның шешім қабылдау мүмкіндіктеріне байланысты, бұл жерде ол кісінің медициналық диагноз емес, шешім халықтың тағдырына әсер ететін шешім қабылдау мүмкіндігі туралы айтып отырмыз. Меніңше бұл жерде деменцияға сондай мүмкіндік болса, ол туралы тақырып қозғау, көтеру дұрыс сияқты меніңше. Тек қана шешім қолында билігі бар адамдарға, басқа адамдарға қатысты емес. Қоғамдық тұлға болғаннан кейін оны талқылау маңызды. Бірақ талқылаған кезде контексті, мысалға Fox News былай берген есінде, олар бір танымал бір дәрігер шақырып алады да, осы Байденнің кейінгі кездердегі әрекеттерінде осындай шатасулар көбейді. Сіз осыдан бір деменция элементтерін көріп тұрсыз ба деген сияқты талқылайды.
ол дәрігер Байденнің толық бір андай картографиясын көрмеген, медициналық тарихын білмейді де, сол 30 секундтық фреймдерменен шешім қабылдайды. Ол миллиондаған адамдарға сондай көзқарас қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл тұрғыдан біз бір жақты Fox News'ın бір жақты болып тұрғанын көріп тұрмыз. Екінші жақта Байденді қолдаған социал медиалар болды. Олар жоқ, бұл жаңағы жасыра көрсетеді. Жасыра көрсетуге де болмайды. Себебі ол жаңа айтқанымдай саяси тұлға, үлкен көп миллиондаған адамның өміріне, жағдайына әсер ететін саяси тұлға болғаннан кейін жасырмау да керек. Бұл жердегі ең центристік позиция ол сол кімнің Байденнің медициналық тарихына, жаңағы бүкіл карталарына доступты сұрау, ақпаратты солай ашық алу арқылы, соны кейін тәуелсіз сарапшылармен талдау арқылы беру, бейтарап беру. Және жаңағы Ақ үйдің өкілдерімен, тіпті Байденнің өзімен тағы да сол терең сұхбаттар арқылы осыған көз жеткізу. Бұл жерде, бұл кейсте талқылауға болады. Бірақ мысалға біз қайттан Мадина Жатқанбаеваның кейсіне келетін болсақ, жаңағы депутаттың жасына қатысты сұрақ қоюда оған ешқандай алғышарт болған жоқ. Мысалға, ол кісі егер бір жиындарда сөзінен шатасып қалып, құлап түсіп, тағы да басқа нәрсе болып жатса, онда қоғамда бір сондай реакция болып, бұл кісінің жасына қатысты сұрақ көтеруге болар еді. Бірақ дәл жасыңыз нешеде деп сұрағанның өзі андай ақпаратты фреймдеп алудың бір әрекеті да, депутаттың реакциясын ғана түсіріп алғысы келді журналист менің ойымша. Себебі ол кісінің жасы 77-78-де екені оның биографиясында жазылып тұр ғой. Мәжілістің сайтына кірсеңіз де, Википедияға кірсеңіз де, оның нешеде екені белгілі. Неге дәл камерамен барып, оның бетіне барып, жасыңыз нешеде деп сұрау, ол кәдімгідей эйджизмнің элементі да. Бұл жерде эйджизм ба, әлде жай ғана әдепсіздік па, немесе хайп қуымы? Бұл жерде жолдас, мысалға мен жаңа видеоны тағы да қарап шықтым. Мысалға Бақтықожа Ізмұхамбетов та дөрекі жауап берген. Жасыңыз нешеде деген сұрақ өзіне ұнамаса да, ол қоғамдық тұлға, депутат, өзін ұстай алу керек. Көптеген адамдармен араласқан тәжірибелі азамат. Он поддался на провокацию, да, орысша айтқанда. Мысалға, ондай жерде өзі салмақты, неше түрлі провокациялық сұрақтарға дұрыс жауап біле алатын адам жүру керек. Ал ол кісі болса, жасым 25-те деп, жаңағы өзі журналистің ілігіне ілігіп, өзі басқаша жауап беріп, содан кейін екеуі салғыласып кетті. Бұл жерде екі тарапта керемет жақсы әдеп көрсетіп тұрған жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде мен тек қана Мадина ханым ғана дұрыс жасамады деп айтпаймын. Әрине ол кісінің интонациясы немесе расында да хайп үшін сұрақ қойған болу керек. Бірақ депутат та ол кезде өзін жарқырап көрсете алмады. Жолдас, мен бұл жерде келіспейміз мен. Жоқ, мен депутатты қорғап отқан жоқпын. Депутаттың жаңа жауап беруінде қатысты да мәселе көп, дұрыс айтасыз. Ол жерде ол жүріп кетпей, орнына тұра қалып, журналистен қашпай былайша айтқанда. Тұра қалып, сұрағыңыз қойыңыз. Немесе қарсы сұрақтар қоюға болады. Менің жасыма қатысты сұрауыңызға не алғышарт болды мысалға? Мен бір кәсіби біліктілігіме, қалай болса солай жауап берді. Кәсіби біліктілігіме менің жасым кедергі болып жатыр ма мысалға? Мен 77 жастамын, мен депутат болып жүргеніме көп жыл болды. Сіздің дәл осылай фреймдеп сұрақ қоюыңызға не себеп болды? Айтыңызшы деп сұрауына болар еді. Сол кезде журналист уже ары қарай бұл жерде не мақсатпен қойғанын түсіндіретін еді. Яғни өзі сіз айтқандай провокацияға ілігіп қалды. Енді мүмкін ол күтпеген шығар, бірақ не дегенмен де көп жылдан бері саясатта жүрген адамдар ондай сұрақтарға дайын болу керек, оған мардымды реакция білдіру керек. Және мына жерде журналистің әдебі туралы айтып кеттік. Бұған дейін де осы журналистке қатысты бір видео тарады. Оны да қазір осы жерде көрсетіп жіберейік. Қай өңірден келдіңіз, депутат ханым? Итермесеңізші. Депутат ханым, неге сіз менің қолымнан итересіз, депутат ханым? Жоқ, сіз неге қолымнан итересіз? Жоқ, итердіңіз ғой қазір ғана менің қолымнан. Сіз құқылысыз ба, журналистің қолымнан итеруге? Сіз неге дауыс көтересіз? Дауыс көтеріп тұрсыз, депутат ханым. Қайдан келген? Бұл депутат? Сіз қалай жауап беріп тұрсыз? Неге сіз менің сен деп айтасыз, депутат ханым? Бұл видеода өздеріңіз көріп отырғандай, депутат ханым өзі айтпақшы,
жауап беруден қашып лифтқа қарай жүреді, ал ол журналист оның артынан қуалайды. Бұл жерде бұл журналистті сынап жазған әріптестеріміздің постын көрдік. Парламент ол базар емес, бұл жерде адамдардың арасында әдеп сақталу керек деген сияқты. Жолдас, сіздің пікіріңіз қалай? Бұл жерде кімдікі дұрыс? Журналистікі ме, әлде депутаттікі ме? Енді журналист негізі қарапайым әдеп қой, негізі. Мысалға мен өзім мәжіліске арасында барып тұрам, депутаттардан дәл осылай сұрақ сұрайым, сауал қоям. Сол кезде мен депутатпен амандасам, сосын аты жөнімді айтам да, қай редакциядан екенімді айтам. Сосын менде осындай мәселе бойынша бірнеше сауалым бар еді. Мүмкін бе деп сұрайым. Егер ол кісі жоқ, асып тұрмын, ана жерде жиыным бар десе, мен оның артынан қуаламаймын. Мысалы, біз тіпті ол кезде камераны да қоспай тұрамыз. Операторым қасында болады да, ол күтеді. Сосын ол, егер депутат келсе, оны біз депутаттар өтіп жатқан алаңнан бері тартамыз да, бір ыңғайлы жерге осы жерде жазайық деп түсіндіреміз. Ол кісі келеді, камераны қоямыз, дайынбыз деген кезде мен сұрақтарды қоямын. Ал бұлай артынан лифтке дейін біз еш бармаймыз. Бұған дейін бізде кейстер болды, әріптестерім кімнен сұрады? Дариға Назарбаевадан пікір алғысы келді бір шулы жағдайларда. Сол кезде неге дейін лестницаға дейін барған кездер болды әріптестерім. Бұл жерде мен қазір контекстін ұмытып тұрмын, бірақ сұрақ сауал ала алмағаннан кейін артынан қуған болуы мүмкін, бірақ ол жерде де менің ойымша белгілі бір деңгейде әдеп кетті деп ойлаймын азаттықтан. Яғни азамат бас тартса, біз артынан бармауымыз керек. Сіз мүмкін ол видеоны көрген бе едіңіз? Мен бір әріптесім ондай бірнеше видео көргем. Азаттықта болуы мүмкін, әлде басқа журналистер ме? Негізі бізде Қазақстанда билік өкілдері және депутаттардың қатты ашық еместігіне байланысты, яғни ақпарат алу мүмкіндігі шектелген. Тек қана сондай сіз айтқандай кулуарда ғана ұстап алатын болмасаң, заң бойынша запрос жазып берсең, олар сізге жауап бермейді, немесе ұзаққа созады, сөйтіп жүргенде сіздің дедлайн өтіп кетеді. Журналистерді түсінуге болады. Өйткені оларға ақпарат көзі керек, және біздегі аккаунтабилити дейді ғой, билік басындағылардың, министрлер болсын, басқа депутаттар болсын, олардың қоғам алдында есеп беруіне ешқандай көп жағдай жасалмаған. Қазір СЦК жұмыс жасай ма қазір бұрындағыдай? Істейді, Оның өзінде де бір таңдаулы журналистерге ғана рұқсат беріліп, қалғандарының аузын жауып, немесе бәрібір керемет бір жағдай жасалып тұрмағанын білеміз, Сондықтан журналистерді бұл жерде сіз неге қудыңыз, неге ондай рұқсат бермеген жағдайда неге жауап алуға талпындыңыз деп те айтуға мен қатты аузым барып отқан жоқ. Өйткені егер әрқайсысы шынымен де баспасөзбен дұрыс жұмыс істесе, онда айтуға болатын еді, журналистер әдепсіздікке барды. Бірақ бұл жерде журналистердің қолын байлап отыр да өздері. Мысалы, онымен түгел толықтай келсем, мысалға мәжіліс кулуарына біз барған кезде кәдімгідей лентамен бекітіп қояды да, ары қарай кіргізуге болмайды дейді. Яғни тек біз коридорда күтеміз, бірінші қабатта коридорда күтеміз. Ана үлкен жиналыс өтетін залдан депутаттар шығады да, сол коридор арқылы өтіп, өздерінің жұмыс орнына, лифттеріне мініп кетеді. Сол аралықта ғана біз оларды ұстай аламыз, ал ана лентаны ары қарай кіре алмаймыз, жиналыс өтіп жатқан жаққа, және ана лифт тұрған алаңға бара алмаймыз. Негіз лифт жаққа кірсеңіз, немесе лестница площадкаға өтсеңіз, лестница арқылы көтеріліп жатса депутат, оның өзі мәжіліс ғимаратының ішкі ережесін бұзу саналады. Тіпті бізде осыған қатысты Жәния Уранқаеваға қатысты ол сонымен келіспей депутаттың артынан лестницамен көтеріліп кетті, немесе лифтпен көтеріліп кетті. Оған ескерту жариялап, оны тіпті шеттетті, аккредитациясын айырып тастап. Оның өзі сіз айтқандай, саяси биліктегі адамдардың олардың қолжетімділігі, олардың журналистердің қоғамның сұрақтарына жауап беру ықтималдығын шектеу, бұл белгілі деңгейде кәсіби жұмысқа да кедергі келтіру ғой негізі. Олар оны ішкі ережемен түсіндіреді. Журналистерге әрине әдепті болу керек, әрине басқа адамдарды сыйлау керек, құрметпен қарау керек, бірақ егер жұмысын жасауға мүмкіндік бермесе, енді не істейді олар?
сондай парадокс бар, парадокс бар, келсем, бірақ егер әрқашан әдеп сақтап жүретін болса, тек қана запрос жазып оның айтқан жауабын күтіп жүретін болсаң, онда жұмыс жасалмайды. Қазақстанда журналистерден көп сұралады, бірақ бәрібір мүмкіндік беріліп отырған жоқ. Егер журналисттен сұрасаң, әдепті бол деп сұрасаң, онда оларға сұрақ қойып жауап беретін мүмкіндікті де жасамайды келсем, онда журналистер. Қараңыз, бұл жерде бұндай парадокс бар, оны ашық айтайық. Сосын егер депутаттың өзі келіспей тұрса, оның артынан жаңағы қуалап барып, итермеңіз деп таласуға да болмайды да, мысалға. Болмайды, әрине болмайды. Ол қарапайым әдеп қой негізі. Оны жаңағы біздің желіде, Фейсбукте, бұл жаңа базарда да былай істеуге болмайды деп айтқанында сарыны соған келіп тұр да. Яғни, егер адам келіспесе, сөйлегісі келмесе, ондай кезде, қай кезде біз соңына дейін бір 2 рет 3 рет сұрақ қоюымызға болады. Егер дәл сол кісінің бір қоғамда талқыланып жатқан бір үлкен дауға, бір коррупцияға қатысы бар болып, ол әдейі журналистерге сөйлескісі келмей қашып бара жатса, онда 2-3 сұрақ қойып, тырысу, ақпарат алуға тырысуды көрсетуге болады. Артынан айқайлауға да болады ма сонда? Осылай не ойлайсыз деген сияқты. Бірақ жаңағыдай ерегісіп кетіп ол кісімен, ұрысып кетіп, оқиға араласпау керек та журналистер. Жай сұрақты мардымды түрде жеткізуге тырысу керек болды. Бас тартты ма, болды, бас тартса, онда журналистерде әдеп сақтау керек, билік басындағыларда журналистермен әдепті жағдайда сөйлесуге мүмкіндік бергендері дұрыс. Бірақ жаңағы эйджизм тақырыбына, мен басқа жағына ауысып кетті әңгіме, бірақ эйджизм тақырыбына қайта келетін болсақ, жалпы менің пікірім, жолдас, қоғамдық тұлға болсаңыз, сіздің жасыңыз және сіздің еңбекке қабілетіңіздің бұқаралық ақпарат құралында талқылану мүмкіндігіне дайын болыңыз деп айтқым келеді. Тағы да естеріңізге сала кетеміз, жеке тұлға мен қоғамдық тұлға деген 2 түрлі категория бар, журналистер жаза алатын. Егер мен барып қоғамдық ешқандай жауапкершілігі жоқ, ешқандай билікте жоқ, немесе сөзі өтпейтін қарапайым адамның жасын алып, ол қартайған екен, оның жұмысына жарамайды екен деген сияқты айтсам, әрине мен ол кісіге үлкен зиян келтірем. Бірақ егер қоғамдық тұлға туралы әңгіме қозғалса, онда таразыны теңестіріп қарау керек. Егер біз оның жасын айтпай, эйджизмге салынбайық деп, әдеп сақтап айтпайтын болсақ, бірақ оның сол үлкен жасы ертең Қазақстанның болашағына зиян келтіретін болса, онда біз қай жақтың зияны көбірек, сол жаққа назар аударуымыз керек. Жаңағы келсем, жаңа айтқандай ғой, 30 секунд видеомен фреймдеп шешім шығармау керек бір жақты, және оның қорғаушысына, пиар қорғаушысына айналмау керек журналистер мысалы. Егер оның шын мәнінде бір денсаулығындағы бір жаңағы жасына қатысты қиындықтар болып жатқан болса, оны да ашық талқылау керек. Себебі ол үлкен саяси жауапты тұлғада отырған азамат. Мысалға, осыған қатысты мен бір кейс айта кетейін. BBC-де осыдан бірнеше жыл бұрын бір қызық кейс болған екен. Country File деген бір тележоба бар екен BBC-де. Соның жүргізушісі Мириам О'Брайен деген журналист, және оның қасында ер азамат жүргізуші бар екен, екі тележүргізуші. Сол жобаны прайм тайм уақытқа ауыстырмақшы болады BBC, сөйтіп жаңағы жобаның жетекшілері, жалпы медиа менеджменттегі BBC-дегі азаматтардың бірі, жаңағы Мириам О'Брайенға сіздің жаңағы әжімдеріңізге байқаңыз деп айтып, ол кісінің жұмыстан шеттетеді екен жасына қарай. Сөйтіп оның орнына бір жап-жас қызды тележүргізуші ретінде алады, бірақ ер азаматты орнына ауыстырмайды. Ол кісі де жаңағы Мириам О'Брайенмен қатарлас кісі. Сол кейстен кейін жаңағы журналист BBC сотқа береді, эйджизм бойынша сотта жеңіп шығады. Кейін BBC ресми түрде кешірім сұрайды. Бұл жерде айта кететін жағдай, бұл жерде сексизм де бар да, эйджизмнан бөлек. Жаңағы ер азаматты жұмыстан шеттеткен жоқ, бірақ әйел азаматты сенің әжімдерің бар деген немен, көзқараспен, сиқыммен алып тастап отыр. BBC-ның осындай беделіне нұқсан келтірген осындай кейс бар. Одан бөлек CNN-де тағы бір осындай кейс болды. This Morning деген жобаны жүргізетін жүргізуші Дон Лемон деген журналист саяси бір
Иә, президенттердің жаңа президенттікке кандидаттардың жасын шектеу туралы талқылай бастайды. 75 жастан ары қарай өтпеу керек деген талқылауды. Оны Ники Хейли деген саясаткер ұсынған болатын. Ники Хейли ақш-тың Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі болып жұмыс істеді Трамптың кезінде, қазір саясатта жоқ, қателеспесем, бірақ оны президенттікке кандидаттардың бірі деп қарастырады, оны республикалықтар. Сол кісінің ұсынысын Дон Лемон талқылап отырады да, сөйтіп Ники Хейлидің жасына қатысты комментарий айтады. Ол өзі де, Ники Хейлидің өзі де прайм-тайм жаста емес қой. Ол өз жасы 50-ге таяп қалды деп айтады, қателеспесем. Сонда жаңағы қасындағы әріптесі Дон Лемонға нақтылап сұрайды, сіз сонда прайм-тайм уақыт деп қайсыны айтып отырсыз десе? Ол 20 жаста, 30 жаста, 40 жаста болса, прайм-тайм деуге болады, Ники Хейли 50-де деп айтады. Содан кейін Дон Леменді мысалға CNN уақытша шеттетті де, 2 айдан кейін оны жұмыстан шығарып жіберді. Бұл жалпы этикалық тұрғыдан қате, себебі эйджизм оның жасына қатысты. Ники Хейлидің нақты жасы оның кәсіби біліктілігіне қаншалықты кедергі келтіріп отыр. Соған бермей стереотипті манипуляцияға жол берді де журналист. Сондықтан оны жұмыстан шеттетті. Менің ойымша ол дұрыс шешім, себебі ол редакцияның да беделіне үлкен нұқсан келтіріп отыр. Дәл сол комментарий мысалы. Қазақстанда ойлап отырмын, тележүргізушілер, эфирде жүрген адамдар негізі көбінесе жас, иә. Бізде жас ұлғайған сайын немесе олар бір басқа жұмысқа кетеді, кадр сыртындағы жұмысқа. Неге екенін білмеймін, бізде осындай тенденция бар. Ал енді бүкіл әлемде бар ғой, бірақ мысалға басқа елдерде бәрібір неғұрлым журналист тәжірибелі болса, соғұрлым көбірек бағаланады ғой. Бізде негізі сырт келбет, әдемілікке қарайтын да жасырын емес, иә. Сосын бұл эйджизмнің екінші бөлігі бар. Екінші жағы бар. Мысалға, Грета Тунбергтің кейсін айтсақ болады. Ол өзі кәмелетке толмаған тинейджер бола тұра, сол 14-15 жасынан бастап жаңағы қоршаған ортаның мәселесін көтере бастады. Соны мысалға бүкіл әлемнің медиасы бір келеке етіп хабар таратты мысалға. Бұл менсінбеу болды, сосын мынау ментал саулығы нашар тинейджер деп көрсетті. Немесе 15 жастағы белсенді деп жазды. Жалпы оның жасын тақырыпқа қоюдың өзі ол эйджизмда мысалға. 15 жастағы белсенді деген кезде адамдар жаңағы салмақты қабылдамайды. Тинейджер бұлай, кәмелетке толмаған деп бірден стереотиптерге ой ауысады. Жай ғана жаңа климат белсендісі деп беруге болады ғой мысалға. Кейіннен бұл реттелді, бірақ алғашқы кездері дәл солай фреймдеп беру өте көп өрескел белең алды медиа алаңда. Бұл белгілі бір деңгейде Грета Тунбергтің әртүрлі ғылыми зерттеулерге сүйеніп көтеріп жатқан мәселелерін бәрін дискредиттеп тастады. Яғни ол көтерген мәселеге фокус қоймайды журналистер, ал оның жасына, оның жаңағы ментал саулығын көтеріп, ментал саулығына қатысты өзі фейк болып шықты мысалы. Просто жай ғана анау эмоцияға беріліп, айқайлап сөйлегендерін ментал саулығына байлап тастады. Оның өзі андай стереотипті фреймдеу, фейк ақпаратты жаңа бұрмалап беру да. Бұл кері тұсы. Қазақстанда ондай кейстер болмаған сияқты, жасына байланысты салмақты қарамау деген. Бізде жалпы өзімізде болды ма? Билік басында негізі өзімізде бір ақсақалдар отырады ғой, үлкен шау тартқан адамдар негізінде. Сондықтан да шығар көп жастарды көре қоймаймын. Қандай кейс болды? Депутат мәжіліске Мәди Ахметов деген депутат сайланған кезде ең жас депутат. Ең жас депутат деген деп айту белгілі деңгейде норма. Мысалы, ең жас миллиардер, ең жас жаңағы рекорд көрсетуші, бір спортшы деп сондай фреймде беруге болады. Бірақ Қазақстан медиа сегментінде Мәди Ахметовті ең жас деген оның тәжірибесіз. Ол мәжілісте не істей алады деген фреймде берді. Бұл жерде Мәди Ахметовтың Нұр Отан ба, Аманат па партиясына қатысты айтқан бір сөздері ұнамай, меніңше содан болды ол жасына қатысты емес. Ол кісінің оған дейінгі өзінің репутациясы сондай жаңағы
бізде негізі халықтың өзі Нұр Отан Аманат партиясына қатты сене қоймайтын, тек ұрандатып былай жай ғана жүрген партия ғой. Сондықтан оны жұрттың алдында жақтаған адамдар халыққа ұнамай жатады. Егер ол келсем, мысалы ол 2019 жылы Тоқаев кандидат ретінде жаңағы бірінші президенттік сайлауға түскен кезде Мәди Ахметов бір үлкен шараларда солай айқайлап сөйлегені бар, Қасым-Жомарт Тоқаев дауыс беруге шақырамын деген. Сол контекст ықпал еткен болуы мүмкін, бірақ сол контекстте бергіңіз келсе, сол контекстте оны талдау керек. Ал оның жасына қарап, бұл ең жас жаңағы депутат болды деген сияқты жасы кішкене болған үшін бұл тәжірибесіз деген стереотипті ойлауға берілмеуіміз керек та біз. Жасы өте бір небәрі 20 жаста болып, қабілеті өте зор болуы мүмкін адамның мысалы. Немесе жасы 50, 60, 70-ке келіп, оның жаңағы қабілеті ширақ болуы мүмкін мысалға да. Кімнің Ноам Чомски деген ғалым бар, қазір Аризона Стейтте дәріс оқиды, жасы 100-дің айналасы 102 жаста ма, сондай әлі де ойы ширақ, оның кәдімгідей терең күнделікті геосаяси сұрақтар қойса, соған дәл жауап беріп отырады. Яғни қабілеті кейде жаңағы жасының саулығына қатысты келмеуі мүмкін да, соны біз ескеруіміз керек. Журналист ретінде дәл соған фокус қойып, стереотипті бұрмаламауымыз керек. Келісем, сонымен қорытындылай келе жалпы баланста болған жөн деген ойды айтқан дұрыс сияқты, яғни контекстке қарау керек. Қандай жағдайда жас туралы айту орынды, қандай жағдайда орынсыз, оның бәрін түсіндіріп айтып кеткен сияқтымыз. Тағы не нәрсе қоспай қалдық, айтпай қалдық. Бұл жерде менің ойымша этика тұрғысынан журналист мысалға тақырыпқа немесе контекстке бір азаматтың жасын қойғысы келсе, жасын атап өткісі келсе, онда журналист өзіне сұрақ қою керек. Мен егер осы санды қоссам, немесе мен осы санды алып тастасам, бұл жаңалықтың, оқиғаның контексті бұзыла ма, немесе контексті әлсіз болып қала ма, жойыла ма деген сұрақ қою керек та. Егер шын мәнінде контекстіне маңызды болса ол сан, онда қосуға болады. Жаңа ең жас рекорд қойған азамат деген сияқты контекст. Егер оған контекстің өзгеруіне жалпы оқиғаның маңызына әсер етпейтін болса, ол санды қолданудың қажеті жоқ. Негізі әлеуметтік сауалнамалар туралы материалдар жазғанда, немесе сайлау алды бір настроение, көңіл-күйлерді білу туралы материалдар жазған кезде міндетті түрде жас айтылады. Мысалға 33 жастағы мектеп мұғалімі, 65 жастағы пенсионер деген сияқты. Өйткені олардың пікірі енді Қазақстанда керемет бір бәсекелі сайлау болмағандықтан Американы мысалға келтіріп кетейік. Мысалға 62 жастағы ақ нәсілді зейнеткер ол Трампты қолдады, ал 33 жастағы мектеп мұғалімі Калифорниядағы ол мысалға Камала Харрис фамилиясын ұмытып жатырмын, Камаланы қолдады деген сияқты. Ондай жағдайда жасты көрсету өте орынды. Яғни есіңізде болса, жолдас бұрында тіпті газеттерді оқыған кезде ағылшын тілінде де тіпті жасын көрсетіп жазатын еді ғой. Мысалға Бәленше Түгеншиев 25, Бәленше Түгеншиев 44 деген сияқты. Оның өзі де контекстке байланысты, егер оның жасы қабілетіне қатысты байланбай тұрса, онда айтуға болатын шығар. Келсем, мысалы, ол саяси сауалнамалар көтерілген кезде қай жас фрейміндегі азаматтар қай саяси кандидатты қолдап отыр. Мысалға 25 пен 35 арасындағы мысалға Латын америкалықтар, ақш-та жүрген тек Латын америкалықтар кімді қолдайды? Немесе жаңағы 40 пен 50 жас арасындағы тек африкалық америкалықтар кімді қолдайды деген сияқты. Ол сол саяси контексті беру үшін ғана қолданылады. Ол менің ойымша норма, себебі жалпы демография өте үлкен ауқымды болғаннан кейін, оны жалпылама америкалықтардың осынша пайызы қолдайды деп айта салу, ол ақпаратты жалпылама беру және ол стереотипке боялуы мүмкін. Сондықтан оны бөліп беру ол дұрыс. Сөзімізді қорытындылай келе әріптестерімізге әдеп сақтаудың маңыздылығын тағы да еске сала өтейік. Бізді жаңағы «Четвертая власть инфо» сайтының редакторы Мәдина фамилиясы Жатқанбаева дедіңіз бе? Сол кісі қарап отырса, ол кісіге де сәлем негізінде. Егер пікір қосқыңыз келіп жатса, бізге хабарласыңыз, сізбен де эфир жасайық, егер келіспесеңіз. Және әдеттегідей комментарийге пікір қалдырыңыздар.
әлеуметтік желіде бөлісіңіздер, лайк бассаңыздар, онда біздің осы материалымыз тағы да басқа адамдарға ұсынылады. Иә, көп рахмет. Осымен тәмам. Келесі кездескенше.